Асқабақтан топы сырники жасадым. Табиғи йогуртпен дәмі өте керемет болды. Алдымен асқабақты пеште 200 градуста 60 минут пісірдім. Оған осындай брикеттегі сүзбе, жұмыртқа, 1 шай қасық қант қосамыз. Қанттың орнына 2 грамм қант алмастырғыш қоссаңыздар болады. Одан кейін оны блендерде езіп алдым. Бірақ сіздерге олай істеуге кеңес бермеймін, себебі текстурасы басқаша шықты. Одан да бірінші асқабақ пен 1 жұмыртқаны ғана блендерде езіп алыңыздар. Одан кейін ғана оны сүзбемен араластыру керек. Сол кезде сырникінің формасын жасауға оңай болады. Видеода көрсетілгендей басында қолыма жабысты. Одан кейін қолымды сулап сырникінің формасын жасадым. Табаға сары май немесе гхи майын жағамыз. Баяу отта сырникінің қақпағын жауып, екі жақтан пісіреміз. Оны газдан алып, пеште 180 градуста 10 минут пісіреміз.